қият деп отырған, бұлардың қият деп отырғаны дейді, жалайырлар дейді. Жалайырлар өздерін биік билік иесіміз, яғни Шыңғыс хан әулетінің мұрагеріміз деп өздерін қият деп атап алған дейді. Ал Рашид ад-Дин де бұл жерге ерекше мән береді. Рашид ад-Дин мән бергенде қият деп бөледі дағы, түрікті екіге бөледі, қиян қият дейді, моғолдар дейді. Сосын бөліп келген кезде қиятқа тәуелді рулардың ішінен жалайырды шығарады. Жалайырдың ішінен қайдайланып келіп Шыңғысханды шығарады. Шыңғысханды шығарады да, мысалы үшін Керейдің хандарын 10 ханды, Керей тайпасы жөніндегі тараудан шығарады. Найманның таянғанын Найман тайпасы жөніндегі тараудан шығарады. Шыңғысханды тұп-тура Жалайыр тайпасы тарауынан шығарады да, Шыңғысханды тұп-тура Жалайыр тайпасы тарауынан шығарады да, Шыңғысханды тұп-тура Жалайыр тайпасы тарауынан шығарады да, Шыңғысхан туралы айтарымыз осы қалғанын Шыңғысханның өзіне арналған дәптерден оқисыздар дейді. Жалайыр даналықпен жарты әлемді билеген адамзаттың Шыңғысханы Жалайыр. Жалайыр даналықпен жарты әлемді билеген адамзаттың Шыңғысханы Жалайыр. Сұраққа да жауап бере кетейік. Тағы да міне әлеуметтік желіден келіп отыр. Бір деректерде Шыңғысханды Жалайыр дейді. Сол қаншалықты шындыққа жанасады дейді. Енді бүгінгі жалайырлардың ішінде, мысалы мен бар, басқа бар, Шыңғысханды Жалайыр деп жүрген бүгінгі жалайырлар ешкім жоқ. Былай ақиқатына келгенде. Ал енді жаңағы кім Қазан хан жазған еңбекте, Тауасарұлы Қазыбек жазған еңбекте, мынау алдыңызда жатыр Қытайдан келген Тілеуарда Әбенайын жазған еңбекте, Қарағандылық Қарғабаев жазған еңбекте барлығы Жалайыр дейді. Жалайыр дейді. Өйткені ерте заманда қималық жалайырлар болған. Жаңағы 10 атаны барлығы келтіреді. Соның ішінде осы кісілерді 10 ата оны Жалайыр деп есептейді. Бүгін енді оған жаңағы егер келешекте әйтеуір бұл жағынан әлі ізденіс көп, бізде көп Шыңғысханды орнағандар осылай. Бірақ қазір осы қолма-қол таласып дау тудырудың қажеті жоқ. Өйткені мінекей үлкен кісілер айтып кетті, ары қарай көптеген біздің тіпті Қабдештің өзі де осыған келіп отыр, басқа азаматтар да келіп отыр. Түбінде шындық айтылады ғой. Оның барлығы біз әлгі рудың атын атаса, бірінен бірі түсінен шошып, оянғандай сезінеді. Ал енді жалпы рулық, ол біздің төлқұжатымыз ғой, төлқұжатымыз. Ол Жалайыр ма маңызды емес дейсіз ғой? Маңызды емес. Бүгінгі күнде оны түрік екен әлем мойындап отыр. Енді аманшылық болса, мына біздің журналымыз шыға береді, бір көп болады. Түбінде қазақ екенін ол мойындалады. Әңгіме жоқ. Ал енді қазақ екенін мойындау үшін оның түбінде бір ру болып шығатыны айдан анық. Бірақ бүгінгі біздің кейбір жаңағы ірі ғалымдар да оны Жалайыр екенін мойындап отыр. Тіпті жаңағы кімнің Рашид ад-Диннің тумасында, Қадырғали Жалайырдың тумасында бұның жаңағы алтыншы атасы Қайдуды Жалайыр деп есептейді. Ары қарай өзі кете береді. Суретін бердіңіздер ғой. Иә. Мына жерде тарақ таңбасы тұр. Осы негізі осы суретті, осы таңбаны шығу тегі қалай болды? Мына жерге қалай журналға келді деген сұрақ туындайды. Енді әу бастан негізі дүниеде бар ма осындай сауыт киімдері? Тарақ таңбаны мына Қытайдың 30 сериялық киносында да шығып жатыр. Қадырғали Жалайырдың сөзі бар. Алаш сан болады 3 сан, Алаштың үлкені тарақ таңбалы Жалайыр деп. Сонда Алаштың 3 сан болатынын және тарақ таңбаны барлығы сол Шыңғысханнан басталады. Одан ертерек аңыз бар. Жаңағы бірде қодастың жалын айырғандықтан, бірде жылқының жалын айырғандықтан, болмаса жаңағы жер ауып, маңып, таудың арасын қыстап 6 ай екен, содан шыққанда таудың жалын айырған деп темір балқытып 400 мыңға жеткен кезде адам саны тауға сыймай жазыққа шыққанда таудың жалын айырған деген сөз бар. Украинаның бір жазушысы бар екен, Владимир Белинский деген. Сол кісі жазған екен, Шыңғысханның қазақ екенін.
Шыңғысханның қазақ болатын себебі хан деген титул дейміз ба, лауазым дейміз ба. Хан деген титул тек қана түркі елдерінде ғана бар екен, қазақтарда ғана. Моңғолдарда қолбасшыны қоңтайшы деп атайды, хан деп атамайды екен. Одан кейін жаңағы ханды ақ киізге көтеріп хан сайлайтын салт дәстүр тек қана қазақтарда бар. Одан кейін мына Шыңғысханның ұлдарының атының бәрі Шағатай, Үгедей, Жошы деген сияқты аттар моңғолдарда кездеспейді екен, бұндай есімдер. Одан кейін Бату ханның Ресейді жаулап алған кезінде қол астында тек қана қазақтың рулары болған деп жазған екен осы Владимир Белинский. Украинаның жазушысы, сол кісінің жазғандарын оқып отырсаң, шынымен де Шыңғысханның қазақ болғаны ақиқат екеніне күмән келтірмейсің. Одан кейін мына Түп-тұқияннан өзіме шейін деген кітапта жазылған екен. Темір де Жалайыр Мерке тайпасынан шыққан. Оның аталары Жалайырдан Орақты, оның ішінде Андастан тарайтын Жанның баласы Меркенің Жалайырдың шын аты. Шыңғысхан Темір 25-ші ұрпағы. Шыңғыстың Темірдің шешесі өлең үйінде Есукейден жүкті болып, әкесі Қоңырат Асаухан оны қуып жіберген. Екі қабат өлең қаңғып жүріп Есукейді тапқан. Есукей аса батыр адам болған. Темірдің, Шыңғыстың атасы былай келеді. Меркенің Жалайырдың баласы Манақ, одан Орақты, одан Андас, одан Ор, одан Онтұр, одан Бәкір, одан Ұзық, одан Тор, одан Көк, одан Бөгде, одан Қара, одан Бұрық, одан Кер, одан Құнмұр, одан Бұрыл, одан Шамшы, одан Тілеуберді, одан Қашау, одан Досан, одан Тұрымтай атақты шешем болған дейді. Одан Тұмағұл, одан Дін, одан Баян, одан Есукей. Есукейдің әйелі өлең, Қоңырат ішінде Көктің ұлы дейтін атаның қызы еді. Темір. Поэтому 8 веков наши историки путались, заблуждались. А казахские шежіреші, устные историки испокон веков Чингисхана назвали, что казахский хан из турецкого происхождения, из тайпы Жалайыр. И Рашид ад-Дин об этом ясно написал, что предки Чингисхана Қияты, а потом Дарлекины, и написал суд Жалайыров Дарлекины. Значит, Дарлекины, Жалайыры, Қияты, все это одно и то же название в разных временах назывались. Предки Чингисхана были казахами, значит, турками. Каким образом Чингисхан оказался монголом? Это нам неизвестно. Значит, кто-то тенденциозно искажал эту историю. Кто-то не хотел, чтобы Чингисхан был казахом, а был монголом. И географические названия того времени тоже доказывают, что история искажена. Который мы называем река Керулен, в Восточной Монголии нет. Там эта река называется Херлен. А Керулен – это турецкое слово. Река, которая течет обратно. А там вообще горы Бурхан нету. Бурхан – это название человека, который был хозяином этой горы. Бурхан – это был Жалайыром. В переводе секретной истории монголов из китайского на казахский, вышедший в Пекине в 2008 году, ясно указано, что это имя человека. Предки Чингисхана Есугей у него попросили эту землю на аренду. А место рождения Чингисхана, которое называется
около Коте-Орал, по-разному написано. Это Коту-Орал. Коту-Орал по древнему турецкому языку это Орал-Тубе. Эта местность находится в нынешнем Кербулакском районе Алматинской области, от которого до Бурхан горы 60-70 километров примерно. И до сих пор там живут джалайры.